Мен Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің физика-техникалық ғылымдар институтында жұмыс жасаймын. Ғылыммен айналысып жатқаныма міне 10 жылдан асты. Алғашқы ғылымға деген қызығушылығым мектеп қабырғасында басталған болатын. Үлкен ғылымға студенттік кезде келдім. 2014 жылы ақш-қа барып ғылыми тағылымдамадан өтіп келдім. Одан кейін магистратураға түстім, докторантураға түстім. Қазіргі таңда ғылымның қайнаған ортасында жүрмін деп айтуға болады. Ғылым мен үшін тек қана зерттеулер жасап, мақалалар жазу емес, ол сонымен қатар елдің болашағына үлес қосу, білімді жас буындарға жеткізу, және де қоғамға пайдасы, нақты бір пайда әкелетін заттармен айналысу болып табылады. Мен мемлекет тарапынан, осы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тарапынан осы жас ғалымдарға жасалып жатқан қолдауларға алғысым шексіз. Біз оны сезініп жатырмыз. Тұрғын үй алу дегеніміз ол жас ғалымдар үшін, яғни біздерге болашаққа деген сенім, тұрақтылық және одан да ғылымға деген уақытымызды, күш-жігерімізді жұмсауға мүмкіндік береді. Сондықтан алғысымыз шексіз. Үлкен рахмет.